Жалпы мен кішігірім ақпарат айтып өтмек, былтырғы қазіргі екінші курс, үшінші курс оқып жатқан студенттер біледі. Былтыр біз алғашқы рет маусымыз бастаған кезде финалда да былтыр үй тапсырмасын ойнатқанбыз, бірақ ол кезде бір ардагер жайдарманшы немесе танымал жайдарманшыны шақырып үй тапсырмасын ойнатқан болатынбыз. Ол кезде енді әрине олар тәжірибелері бар болғандықтан былтыр көмектескендіктен кейбір үй тапсырмалар, жалпы үй тапсырмалар жақсы шыққан болатын. Ал осы жылы оны біз нетпей ешқайсының көмегін сұрамай, әр команда шынымен де өздері жазды сценарийді. Алғашқы рет шығып тұрғандарға кішкене қолдау көрсетіп отырсаңыздар, сіздер осы командаларға. Әр команда негізі өздері үй тапсырған, жалпы әрқайсысы өздерінің нелерін сайыстардан дайындалып келген болатын. Түсіністікпен қарайды деген ойдамыз. Болды, дайын болған сияқтысыздар, сосын сіздерден бір өтініш, көрермен тұрып тұрған ешкім жоқ. Негізі сіздер отырсаңыздар болады, орындары жетеді, құрметті көрермендер артта тұрған. Шамалы қазір ойын біткеннен кейін мәдениеттілік сақтап, айтып алайын, сендер бақтырсыз отырмын. Мәдениеттілік сақтап, ойыннан кейін кетіп қалмайық. Олай болса үй тапсырмамызды аяқтайтын қосаққу. Қымбаттаса, сонымен қарапайым қазақтың отбасы өзінің болашақ күйеуін ата-анасымен таныстыруға келіп тұрған қыз. Бір қызығы жігіт өте шустрый. Тоқ. Кім бұл? Мен ғой тоқ. Тоқтау қызым сен ба? Шоқ анашым қалайсың? Ой, жақсы. Не, әкем не істеп жатыр? Әкең жүрген жағын поқ етіп, отын жарып. Анашым, мен білесіз да, мен жасым кеп қалып. Иә. Енді сол бүгін сізді болашақ күйеу балаңызбен таныстырсам деген ғой. Танса не? Таныстырмам не ғой, ол сәл еркелеу, мен үшін шыдайсыздар ғой. Енді жалғыз қыз болған соң шыдайым да, енді қайтем енді еркелесе де. Таныс емес көмір тұқтыш. Алло, әпше қалайсыз? Жақсы, кім бұл? Мен ғой Шымкенттегі балаңыз жалғыз. Есін ашпайсыз, ойбай, уже кіріп кетті. Қалайсыз анашым? Ойбай, неменеге асып кеткенсіз анашым? Или семіріп кеткенсіз? Қандай едіңіз өзі бұрыннан? Жоқ, сен білмейсің ғой, сен кімсің? Әселдің күйеуі. Иә, мам, осы ғой? Мынау мені күйеуімнен жақсы білетін сияқты. Мамен осы жалғас деген осы танысып отырмыз. Таныса енді руым қандай өзі? Руым жалғас собачка.mail.ru деген ескі әзіл бар еді ғой. Сонда итпен құда болдық па деген жалғасы бар еді ғой? Ой, тіл тауып кетті ғой өзіміз екенсіз ғой. Енді өзің жұмыс істейсің ба енді? Иә, анау Төле би Сейфуллин бойындағы Сезам деген асхана бар ғой? Иә. Сол жауып қапты. Жұмыс не болды жаңа, істейсің ба? Жұмыс қысқа 4 ай Астанада істеген, одан істемеймін, демалып отырмын. Жұмыс деген ұрып тұру керек қой, әйтпесе ол расчувствовать етіп қалады ғой. Расчувствовался, иә? Иә, сондай ұрып тұру керек. Оның үшін қарын ашып кетті. Қазақ деген алыстан қонақ келсе, қорасынан жалғыз малын соятын халық, үйде мал бар ма? Біз қалада тұрамыз, мал асырамаймыз. Әселше. Орындап айтып Шай қойшы. Мынау, мақұл енді, сен үйлендің дейін ал. Үйлендің дейін ал енді, мақұл, үйлендің. Сосын енді қайда тұрасың енді, үйің бар ма енді? Мынау үйші. Қарада үйі ғой. Тем более екінші этажда 3 комната болса екен ғой, жаңа көріп келатырмын. Сен қызық екенсің, өзіме сен түсінбедім. Сонда мен осы үйді сен тұрсын деп салдым ба? Енді өзім тұрам деп салдыңыз ғой? Мен өзіміз біз ғой. Әңгіме болсын, жаңа жолда келатырым, арықтан алтын балықта оғым. Үстіне обалы үштілік орында дейді екен ғой. Сонымен мен айттым, үштілік керек емес, маған бірақ тілік орында дедім. Қандай деді? Маған алтын енеммен күшті осы қайын жұрт болса болды деді. Алтын балыққа рахмет, сіз жоқ тұрған. Ой, тұрмай. Шын? Ана алтын балықтың екі тілегі қақып кетті ма сол ғой? Иә, өзіне бересің. Соны әкеп берші маған кез. Иә? Бір кісіні үйден қуу керек. Кәрең шыдап отырмын, бар ғой? Ой, үшін мені басқа ішім жоқ қанатта. Соны түсінсең болады ғой. Оған қой орыс, папашқа қайда? Папашқа ешін істейді өзі, танысу керек. Папашқа болып қой? Мақыл, қайнаташқа. Акиматта жұмыс істейді әкесі. Бір звонок қой беріңіз. Наглететіп күттім. Мә,
Ал. Алло, қалай Макс? Аман, жаңа жұмысқа кіріп алдым, акимат қой. Уже зам акимсің ғой. единицаңыз бар ма? Сен қашан келесің? Бар. Қазір жіберем. Барды ма? Давай, осы номердеміз ғой енді. Сол, сен не деп отырсың? ой, қойыңызшы. Сіз менің үшінші анамсыз ғой? Екінші анаң кім? Класс жетекші. Класс жетекші? Мен дана папашка құтырып отқан жоқ па, класс жетекшінің екінші айлығы ғой. Ал, мынау үй болса, мен үшінші үйім. Екінші үйің мектеп па? Жоқ, дәутам, времянгі бар бізден, мынау үшінші үй. Мен аняқы болып басым жүк білейін, сіздің өз үйлеріңізде көп отырып танысып отыра бересің. Мына үйіне қонаққа келдің ба? Мынау түсімен қаяқтан тауып алсың, мынау не мынау? Мен әрең шынап отырмын бар ғой, мынау ашы. Нормально. Қай немене сынаптан бара шықпайсың қазір сен, бар аняқа. Түсінбедім мынау да не шығар. Анау ванна жақтағы обойды өлтіріп жүрсің. Мына ертінде плинтусын істеу керек, әсет жас клей ал ертең. Мынадан ремонт. Тоқташ. Мына паритет бүйтіп қойды, менің алтын алқам ғой мынау менің. Мына менің алтын, мынау түсіндірем. Немене түсіндірем, орлықшы ғой мынау, айналайын. Не түсіндіресің? Шын, мойындайын. Әсет, бұл үйге негізі ұрлық үшін келгем. Енді? Сол? Не дейді ол? Қандай нәрсе күтіп болмайсың? Айналайын, жоқ, айтайын деген бұл емес. Тоқташ, не болып кетті? Уақыттағы тайын алдырайшы. Осы бөлем, орнына қойасың дейші. Берге, шалырмайын деп алдамай қойды. Орлықшы, бар, кетші. Көзіме көрінбей қойшы, ренжімей бұл, бар, берге. Мынау соткында бұл кемеш, кемеш. Әсел, мынау болмайды. Енді мынандай түсінбедім мен. Әсел, не деп әкеп тұр? Қазақ не ұлшы болып кетті өзі, бағана монша жақта отын жарып атсам, мәртті сен алтын сақиналар жүр, кеше ғана алып беріп едім ғой. Баняға түскенде ұмытып кетті. Ой, бұл анау. Ят болды еді, нормально. Ой, ят болды. Кетіп қалды деші анау. Ят болған жоқ, нормально. Нақақ күйіп кетесіз. Бәсе мен құруды ұрламадым да қой, өзіміздің үйден ұрламаған. Шама бұсы. Жоқ енді. Құлық. Кешір. Қалай мені ұрлыққа мен үйден. Болды енді кешір сен. Өшіп мама, мен ұрлықшы деп ол. Болды енді кешір енді. Болды. Біздің үйге қон енді бүгін жарайды. Тұрайшы осы үйде. Қонасың. Екінші даже бос қош комната тұрам. Тұрсаң тұр, ұятың бізді. Қымбат достар, бұл көрініспен нәтіміз келді. Қыздар, кіммен жүріп, кіммен үйленейін деп жатқандарыңызды сақтаңыздар. Әйгерім, көрдің бе менен кейінгі жігітіңмен жүргеніңді? Сол, ұры болып шықса екен. Рахмет. Соңғы сайысымыз